Дәл осы рецептпен медовый тортын жасайтын болсаңыз, басқа рецептпен мүлдем жасамайтын боласыз. Корждары деген өте жұп-жұмсақ, бір күн күтпей-ақ дастарханыңызға ұсынуға болады. Алдымен жасанды балымызды су буына қоямыз, ерігенше қайнатпаймыз, ысытамыз. Ыстық болған кезінде үстіне 2 шай қасық ас содасын саламыз, беті көпіреді. Сонан соң бөлме температурасындағы сары майымызды салып, оттың астын сөндіреміз, кішкене суығанша күтеміз. Осы уақыт аралығында жұмыртқаға қантымызды аз-аздан сала отыра, миксерлеп, аппақ болғанша миксерлейміз. Балды массамызды аз-аздан сала отырып, миксерлейміз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды 2-3 бөліп, жай скорста миксерлеп аламыз. Қамырымыз дайын. Қамырының жасалуы өте оңай. Міне қамырымыз осындай күйде болады. Ал енді формамызды дайындаймыз, немесе өзіңізге ыңғайластырып сызып алуыңызға да болады. Менде 22 диаметрлі формаға осылай орын жасап алдым. Әрбір коржға 1,5 ожаудан массамызды құйып, тегістеп, қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Корждар тез-тез піседі, қатты қызарып кетпеуі қажет. Барлығын пісіріп, әбден суыған соң шеттерін тегістеп шығамыз. Осылай корждардың барлығы өте жұп-жұмсақ шығады. Көрініп тұрған шығар видеодан да. Ал енді кремін дайындаймыз. Менде салқын сливки. Осы салқын сливкиге жарты банка қоюлатылған сүт салсаңыз да болады. Өте керемет шығады. Менде болған жоқ, сондықтан сахарный пудра салып миксерледім. Креміміз дайын. Ал енді тортымызды құрастырамыз. Кальций болу міндетті емес, тек тегіс шығу үшін әр корждың ортасына кремдерімізді жағып, біртіндеп барлық корждарымызды құрастырып шығамыз. Кальцияны шешіп, шет-шеттерін барлығын тегістеп, коржымыздың шетінен қалған бөліктерді майдалап, тортымызды қаптап шығамыз. Сәндеу өз қалауыңызша, бірақ тортымызды жасаған соң 1 сағаттан соң тортымызды кесіп, дастарханға ұсынуыңызға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Торт өте керемет шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздермен болған Умида.